Кешкі асқа қандай тағам жасарыңызды білмей отырсаңыз, осы видеоны соңына дейін міндетті түрде қараңыз. Өте дәмді, тіл үйіретін макароны жасайтын боламыз. Алдымен қызып тұрған майымызға пиязымызды, алдын ала туралған тауықтың етін салып, 5-7 минут қуыратын боламыз. Міндетті түрде тұздауды ұмытпаймыз. Пиязымыз бен етіміз кішкене қуырылғаннан кейін үкіштен өткізілген сәбізімізді қосамыз. Оны да 5-7 минуттай қуыратын боламыз. Қуырылғаннан кейін үстіне су құйып, 25-30 минутта қақпағын жауып бұқтыратын боламыз. Етіміз піскеннен кейін үстінен тағы да су құйып, үстінен макаронымызды салып, макаронымыз піскенге дейін жақсылап пісіретін боламыз. Бұрышында салуды ұмытпаймыз. Өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға міндетті түрде жасап көруді ұсынамын. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.